Эй! Кому говорят? Отдай! Устали гоняться за скидками? Лучшие скидки у нас. Ваша реклама со скидкой до 50% на телевидении, радио и в газете. Осенний сезон. Охота за скидками началась. 220 250 222 300. Ассалаумағалейкум. Эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары, сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Көшелердің тазалығына жауапты бригадалар қалаға алғашқа қалың қар түскеннен күшейтілген тәртіпте жұмысқа көшірілген. Жылдағы әдетпен алдымен қоғамдық көліктер жүретін көшелерді таза ұстау қажет. Одан кейін тротуарларда қар болмау керек. Ал шын мәнісінде қазір қала ішінде көрініс қандай? Айман Болатқызы. Бір жауғанда қалаға қар молынан жауды, әрі туласы жауды. Ауа райда +1, +2 градустан төмен емес. Түскен қар еріп жатыр. Ол балшықпен араласып, аяқ астынан ми батпақ. Әр жерде көлшіктер пайда болды. Жол үстіне жиналған шалшықты әрлі-берлі жүйткіген көліктер жан-жаққа шашып мазаны қашырды. Жаяу жүргіншілер тротуарлардың үстінде де аяқ астындағы суды кешпейін деп, ортекедей орғып жүр. Негізі көреміз бай тазалап атқандарын, бай қанағаттанық та емес. Білмейм, техника жетпей ма, әлде өздері дұрыс жасамай ма? Қардың толастағаны бүгін түнде, енді коммуналдық мекемелер жұмыстарына кірісетін шығар. Үлгергендерінше тазартып жатыр ғой. Особенно тротуары жалко. Тротуарларды әсіресе тазартып тұрса ғой уақытында. Әйтпесе жаяу жүргіншілерге обал, студенттер туфлилермен тобықтан келетін суды кешіп жүр. Жауапты адамдардың өзі жүріп көрсін мына жолдармен. Состояние улиц и дорог после вчерашнего снегопада коммунальные службы по-вашему работают? Нет, конечно. Нет. Нет, нет. Все как было, так и есть. Ужасно. Извините, я на работу. Қала әкімінің орынбасары Нағымжан Алдияров көшені қардан тазартушылар мен су сорғылаушылар кешелі бері күшейтілген тәртіпте жұмыс істеп жатқандарын айтты. Бірақ үлгертпей жатқанға ұқсайды. Қала бойынша 15 бригаданың үстінде жұмыс жасауда. Жалпы барлық мердігерлер бойынша өз территориялары белгіленіп берілген. Сол берілген территория болса қар шығару жұмыстары, тазарту жұмыстары жүргізуде. Оған қосымша күннің еруіне байланысты қосымша откачка, су сорғылау жұмыстары басталды. Барлық жұмыстар атқарылуда. Кешелі бері қаладан 200 тоннадай қар шығарылған. Қыс бойғы жұмыстарға есептелген 260 техниканың кеше жұмысқа 150 бірден кірісіпті. Коммуналдық жұмысшылардың жалпы саны 400. Қалалық әкімдік жеке көлік жүргізушілерінен көшелерді тазарту жұмыстарына кедергі келтірмеуді сұрайды. Көліктерін кез келген жерге қалдырып кететіндер көп. Кейбір қиындық туғызатын мәселе, жеке көлік иелері жолдың іргесіне машиналарын қалдырып кету мәселелері бар. Сол мәселе жол тазалау жұмыстарының кезінде қиындық туғызады негізінен. Сосын мына қысқы шинаға ауыстыру жұмыстары. Оны өздеріңіз білесіздер, кеше күн оны өзі байқатты. Енді бүгінгі күн жылыны пайдаланып, тем более алдағы уақытта күн суытып, аяздауы мүмкін, көктайғақ болуы мүмкін. Сол шиналарын қысқы резинаға тездетіп ауыстырған қолайлы болар еді. Қаланы қыста қардан тазалауға көктайғақпен күреске 121 миллион теңге бөлінген. Қордағы 1000 тонна құм мен 700 тонна тұзда кеше пайдаланыла бастаған. Түскен қар тез жиналмаса, алдағы күндері күн жылына түседі деген болжам бар. Сынап бағаны +10 градусқа дейін көтеріледі. Оның үстіне қар жауса, айнала шылқыған судан да, көктайғақтан да біраз әбігерге түсеміз. Айман Болатқызы, Әлімжан Молдабеков, тәулік. Биыл Ақтөбеде теміржол бойынан өтерде қауіпсіздік шараларын сақтамаған 3 адам қаза болды. Ал 1 адам дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілген. Қауіпті аумақтарға қоршаулар орнатылса да нәтиже жоқ. Тіпті мас күйінде апаттық жағдай туындатып, қозғалысқа кедергі келтіру деректері де тіркелген. 2015 жылы қоршау тұрғызған болатын, адамдарды қорғау мақсатында жол жүру кезінде. Бірақ та қазіргі таңда адамдардың, тұрғындардың, қала қонақтардың кез келген жерді бұзып, қоршауды бұзып, біздің жұмысшылардың айтқандарын елемей жатыр. Сондықтан да осы жылы көптеген фактілер тіркелді. Халықтың қоршауды бұзып, кез келген жерден өтіп,
пойызды айтады ғой, экстренный торможение дейді ғой, сол кезде беріп, пойызды шұғыл тоқтатуға себеп болып жатыр. Полиция қатары тағы 20 жас қызметкермен толықты. Сынақтан өткен тәртіп сақшылары бүгін салтанатты түрде ант қабылдады. Сондай-ақ бүгіннен бастап полиция қызметкерлері жеңіл киімдерін қыстық формаға ауыстырды. Әріптесім Айманболатқызы айтып береді. Салтанатты жиын облыстық ішкі істер департаментінің ауласында өтті. Оған департаментінің басшылары, жеке құрам қатысты. Салтанатты сапқа тұрғызылған полиция қызметкерлері туға құрмет көрсетіп әнұран орындады. Осыдан кейін қатарға енді қосылған 20 жас маман ант қабылдады. 1 шілдеден бастап әрбір полиция қызметкерінің окладтық жалақысына 25% көлемінде үстеме төленетін болып жатыр. Сонымен қатар оперативтік жедел қызметкерлер, тергеу саласы, криминалистикалық салалар бойынша, сонымен қатар күшті құрылымдар бар бізде, оқу жаттығу ротасы дейді, сосын арнайы жасақ, солардың қызметкерлеріне де қосымша жеңілдіктер қарастырылған. Атап айтқанда пәтер жалдаған үшін жәрдемақылар төленеді. Сонымен қатар тегін түрде қызметтік нысанды киімдермен, автокөліктермен жарақталған. Жігіттер қызметке адал болуға ант етпес бұрын 2 ай жұмыс істеп өздерін көрсеткен, дайындықтан өткен. Облыстық ішкі істер департаменті кадрлар қабылдауды жалғастыра береді. Қазіргі уақытта 383 бос орын тұр. Соған байланысты біз осы айдың 23-нен бастап 10 күн аралығында осы биылғы жылға 7-ші конкурс байқау өткізіп жатырмыз. Осы сіздердің көмектеріңізді пайдаланып, сол Қазақстан Республикасының азаматтары 18-ге толған 35 жасқа дейінгі білімі жоғары, орта арнаулы және сержанттық лауазымдарға қатардағы білімі орта, әскерде болған, бірақ олардікі. Сондай қызметкерлер болса, азаматтар біздерге қабылданады. Қазір мұнда 383 орын бос. Әсіресе облыс бойынша жергілікті полиция, жол патрульдік полиция қатары толықпай жатыр. Шұғыл әрекет ететін арнайы жасаққа да қайратты ер азаматтар қажет. Айманболатқызы, Сергей Калашников, тәулік. Спорт жаттықтырушысы бүгін сотта соңғы сөзін айтты. Адам өлімі бойынша айыпталушы марқұм Арыстан Сүйінғариннің туыстарынан кешірім сұрап, студиядан жазаны жеңілдетуді өтінді. Адам өлімі бойынша айыпталып жатқан спорт жаттықтырушысы Жеңісбек Сапаров бүгін соңғы сөзін айтты. Номері 2-ші қалалық сотта өткен сот отырысында ол мұндай әрекетке өзін қорғау үшін барғанын қайталап, марқұм Арыстан Сүйінғариннің туыстары мен залдағылардан кешірім сұрады. Судья Роза Күзембаевадан жазаны жеңілдетуді өтінді. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 106-шы бабын 104-ші бапқа алмастырып, соны қайтадан саралауыңызды сұраймын, құрметті сот. Сонымен өзінің жеңіл жаза істеген жаңа немеге қарап жаза үкім шығаруыңызды сізден сұраймын. Өйткені менің нем бойынша 104-ші баппен қаралу керектен негізінде. Сізден кешірім сұраймын, дайыршаңыздан кешірім сұраймын, өтінемін. Дұрыс шешім шығаруларыңызды өтінемін. Мен қылмыскер емеспін. Бұған дейінгі сот отырысында мемлекеттік айыптаушы соттан Сапаровты қылмыстық кодекстің 106-шы бабы 3-ші бөлімі бойынша кінәлі деп танып, 9 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған еді. Ал жәбірленуші тарап 12 жылға бас бостандығынан айыруды талап еткен еді. Естеріңізге салайық, қайғылы оқиға мамырдың 10-нан 11-не қараған түні болды. Тұрғын үйдің кіреберіс есігін шатастырған Арыстан Сүйінғарин мен спорт жаттықтырушысының арасында түсініспеушілік туындаған. Кейін спортшы Сүйінғаринді ұрып соққан. Соңғысы ауруханада көз жұмды. Сот үкімі 30-шы қазанда шығады. Асель Салимова, Сергей Калашников, тәулік. Өңірдің экологиялық ахуалын жақсарту мақсатында биылдыққа 181 кәсіпорын 10 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсаған. Ал табиғатта пайдаланушылар қоршаған ортаны ластаған үшін мемлекетке 7 миллиард теңгеден аса айыппұл төлеген. Ірілі ұсақты өндіріс орындарында қалдықтарды уақытша сақтау орындары талапқа сай емес. Шаң тозаңдарға тосқауыл, сүзгілер орнату, есеп журналдарының болмауы секілді мәселелер әлі баршылық. Бұл туралы бүгін облыстық экология департаментінде өткен жиында айтылды. По данным стационарных постов РГП «Казгидромет» по Актебе,
Қазгидромет орталығының облыстық филиалы берген мәліметке сай, биыл облыста ауа қабатының жоғарғы дәрежеде күкіртті сутекпен ластануының 124 дерегі анықталған. Ластанудың шекті рұқсат етілген концентрациясы 29-ді құрады. Сынамалар Ақбұлақ акционерлік қоғамының кәріз желілері бойынан бұрынғы ет комбинаты маңынан өндірістік аймақтан алынды. Қалада жылына 350 тонна тұрмыстық қалдық жиналады. Оның тек 1,38% ғана қайта өңделіп жатыр. Осы жылы экология департаменті арақ шарап шығарумен айналысатын Максимус БН Ақтөбе жауапкершілік шектеулі серіктестіктерін тексерген. Біріншісі жергілікті тазарту құрылғыларын орнатып, тазартылмаған қалдықтар төгуді жойған. Екінші компания өндірісті уақытша тоқтатқан. Экологтар жыл басынан бері жоспардан тыс 48 тексеру жүргізген. 10 кәсіпорынға жергілікті тазалау құрылғыларын орнатуға нұсқама берілген. 34 кәсіпкер әкімшілік жауапқа тартылып, олардан мемлекетке 4 миллион теңгеден артық қаржы өндірілген. Бүгін облыстық әкімдікте мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердегі сыбайластықты жою мәселесі талқыланды. Облыстық ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау басқармалары мен қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімі басшыларының есебі тыңдалды. Мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру шеңберінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердегі сыбайластықты жою механизмдері. Осындай тақырыппен бүгін облыс әкімдігінде дөңгелек үстел өтті. Мемлекеттік мекемелердегі мемлекеттік қызметтер мен бағдарламалардың сапалы орындалуы сөз болды. Қатысушылар облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Асылхан Әптиев, облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиевті тыңдады. Оның алдында біз өзіміз талдау жұмыстарын жүргізгенбіз. Бірінші мына ауыл шаруашылық саласында қызмет етіп жүріп отырған шаруа қожалықтарына субсидия беру жөніндегі талдау жұмыстары жүргізілген. Соған байланысты ауыл шаруашылық басқармасы қандай шаралар көріледі, біздің ана талдауда сыбайлас жемқорлыққа байланысты тәуекелдер анықталған болатын, соның жолу жойын талқылаймыз. Қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Хайдар Ермашев термос жаңғырту бағдарламасының орындалуына тоқталды. Әдеп жөніндегі кеңес төрағасы Қайыржан Тоқышевтың айтуынша, кемшіліктер көп. Әрине, екінші кезекте мына халықты компьютерлік сауаттылығын жоғарлату үшін әртүрлі мүмкін курстар ұйымдастыруымыз керек шығар. Сонымен қоса мына интернет желісінің де жылдамдығын әсіресе ауылдық жерлерде ауданның басында осы интернет желісімен де болашақта қандай жұмыс жүргізілетіні жөнінде бүгін осы жерде әңгіме болады. Жыл басынан бері 4,5 миллион ақтөбелікке мемлекеттік қызмет көрсетілген. Дені денсаулық сақтау саласына қатысты. Ал қызметін асыра сілтеп, тәртіп бұзған мемлекеттік қызметкерлерге әдеп жөніндегі кеңес алдында жауап беріп, тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылатын. Қайыржан Тоқышев тағы да естеріне салды. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. 29 қазан дүниежүзілік инсультке қарсы күрес күні. Осыған орай бүгін нөмірі 1 қалалық емханада ашық есік күні өтті. Дәрігерлер емханаға қаралуға келген тұрғындардың қан қысымы мен қан құрамындағы қанттың мөлшерін өлшеп, пайдалы кеңестер берді. Ақ халаттылардың айтуынша, бұрын инсультке 60 талқымдаған адамдар бейім болса, соңғы жылдары бұл ауру жасарған. Бүгінде 25-30 жастағы азаматтарда бұл аурудың құрығына іліге бастады. Физикалық қозғалыстың аздығы, дұрыс тамақтанбау депрессияға шалдығу, тіпті күні бойы ұялы телефонға үңіліп отыруда инсультке шалдықтырады. Бүгін енді 29 қазан халықаралық инсульт күні, сондықтан қалалық бірінші емханада бүгін ашық инсульт күніне арнап нетіп тұр. Бұның қауіптілігі, яғни айтқанда науқастарды алдын ала осы жаңағы инсультті болдыртпаудың салдарын білдірту, яғни артериялық қан қысымын, олардың өлшеу, қан диабетінің жаңағы недегі құрамдағы қан диабетінің қарап тұруды, яғни бұның қауіптілігі науқастар бұл инсультпен ауырғаннан кейін, яғни айтқанда олар уже мүгедектікке алып барады, яғни. Нөмірі 1 қалалық емхана ұйымдастырған шара барысында 100-ге жуық тұрғын тексеруден өтті. Шараға Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінің 5-ші курс студенттері де атсалысты. Болашақ дәрігерлер тұрғындардан қан алып, қан қысымдарын өлшеді. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінің 5-ші курс студенттері мына жерде глюкометрмен қанның құрамын өлшеп жатыр, глюкометрмен, глюкозаның құрамын. Жалпы жақсы, пациенттердің бәрі келіп өлшеніп жатыр. Қанның құрамы, яғни нормадан асқан кезде, аш қарынға өлшеген кезде 6-да 1-ден, 6-да 2-ден жоғары болса, бұл дәрігерге барудың бірден бір себебі деп ойлаймын.
Елімізде жыл сайын инсульттан 10 мыңнан астам адам көз жұмады екен. Өзге аурулармен салыстырғанда миға қан құйылу салдарынан болатын өлім жітім көп дейді дәрігерлер. Ал егер инсультке ұшыраған адамға дер кезінде медициналық көмек көрсетілмесе, науқастың мүгедек болып қалуы да ықтимал. Сақтану олар артериялық қан қысымын сақтап тұру, қарап тексеріп тұру керек. Қандағы қанттың құрамын тексеріп тұру керек. Сол болдыртпаудың, яғни жаңағы стресстік жағдайлардың барлығынан сақтану керек. Яғни артериялық қан қысымындар сақтаса, бұл науқастарда бұл ауру болмайды. Енді жедел жәрдем, жедел түрде, яғни қан қысымын төмен түсіру керек. Жедел түрде көрсету керек. Инсульттың белгілері анықталған бойда дереу жедел жәрдем шақыртыңыз. Науқасты тек жатқан күйінде тасымалдау керек. Тілінің астына дәрісін салып, киімдерін шешіңіз. Ал ауырмаудың бірден-бір жолы қан қысымыңызды күн сайын қадағалау. Артық салмаққа жол бермеу, дұрыс тамақтанып, жиі тынығып, алкоголь мен темекіден аулақ болу. Жанар Датқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмам. Барыңыздың берекесін берсін.